Қайырлы күн, құрметті достар. Біздерді елеп, іздеп, осы өзіміздің туған университетіміз, Қыздар педагог университетіне шақырып отырғандарыңызға ректораттан бастап барлық коллективке рахмет айтам. Ең алғашқы ұйымдастырған 4 қыз болатын болса, олар енді Марфуға Жөнісова, Құрманая Жыбаева, Гүлнар Бегалиева, Дина Ергалиева деген мен ұйымдастырғанбыз. Ең алғашқы жетекшісі болып Ескендір аға Қасанғалиев болды. Басымызды қосып, акапельні және фортепианоның сүйемелдеуіменен, кейіннен эстрадалық симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен бірнеше әндерді айттық уақытында. Оның кейін композиторлар, ақындар біздер үшін өлең ән жаза бастады квартетке арнап. Ол бір ғажап ғұмыр болды. Институтта қалғанбыз біз. Институт бітіргеннен кейін. Соның кейін біздің басымызды қосып осындай Айгүл деп ат қойып Өзбекәлі аға Жәнібеков. Одан кейін Югославияға бардық, оның алдында Германияға барып келгенбіз. Югославияға барғанда Марат Қаныш Балтабаев бірге барды, ол кісі оркестр алып барды. Біз бәріміз енді үлкен ансамбльмен бардық дегенде, қайтқанда пойызда келе жатқанда бізге келіп Марат марқұм Хамидович айтады: "Қыздар, орысша сөйлейтін, давайте будем организовать вокально-инструментальный ансамбль" деді. Сендер дайынсыңдар, дайын кадрсыңдар ғой деп сөйдеді. Ал біз енді квартетпен барып келе жатырмыз ғой. Содан кейін әрине деп, жаспыз ғой бізде, жарайды деп келгеннен кейін сол инструменттерді бөліп, ағай Марфуғаға контрабасты берді, Динаға саксофон берді, маған ударныйды берді, Галинаға гитара берді. Жібек Оспанова деген қыз болды 3-ші курста фортепиано ойнайтын. Сол фортепианода ойнады. Сөйтіп әбден қызық болды, сөйтіп вокалдық аспаптық болдық. Біраз ойнағаннан кейін енді біздер квартетпен де, вокалдық аспаптықпен де біраз жерді аралап сөйтіп жүрдік. Соның кейінірек жастарға берейік деп, жастардың қолына палочкамыз дейміз ғой, соны ұстаттық. Бұл университет біз үшін білім алып, қызмет жасап, тәрбие алған қара шаңырағымыз. 35 жылда істедім мен осы жерде. Бәрі жақсылықты осы жерден көрдік. Шет елге де бардық, елімізді, сол жұртымызды қуантып. Мен өзім көбіне хор сабағынан беретімді. Сондықтан 35 жылдың ішінде жылда хормен жұмыс істеймін. Біз құрған кезде шынымен жас кезіміз әзірше жаңағы енді семья құрмаған сондай жаспыз ғой. Қайтсе бір пайдамыз тисе екен деп сондай бір өзімізде бір патриоттық сезім болатын. Соның желісімен ғой. Бір күн отырып алып, төртеуміз жиналып, бір қызымыз, солист қызымыз Құрманая Жыбаева өкінішке орай о дүниелік болып кетті. Филфакта оқитын қыз болатын, керемет дауысы бар. Содан өзі құралып кетті, енді Алла жар болып тұр ғой. Содан жан-жаққа бардық, танытып, сол университеттің атағын шығарды Айгүл десек, артық емес. Сондықтан биыл жас балаларды алып отыр екенсіздер, қыздарды. Өте қуаныштымыз. Еңбектері жана берсін. Айгүл ансамблінің тарихы өте еске сақталатындай, халықтың ойында қалатындай еңбек етті Айгүл ансамблі. Енді кейінгі жастарға айтарымыз не? Осы халықтың есінде қалған өнерді жастарымыз арғалай жалғастырып, өз қазақтың қыздарының қара шаңырағы осы университеттің атағын биік ұстап, өнерді арғарай кеңінен таратып, халыққа еңбектері сөйтіп жана берсін жастардың. Біз соған тілектеспіз. Вокалдық аспаптық ансамбль құрылды. Сол кезде гитарада ойнайтын қыз керек болды да. Содан бұл кісілер мені тауып алды. Мен ол кезде 1-ші курста оқитынмын. Енді ғана түскем. Өйткені оған дейін менің прима деген аспаптан, бұрынғы мандолин деген сияқты ғой, не болған, білімім болған.
Қызылорданың педагогикалық училищесін бітіріп келгенмін. Соны примада ойнайтынмын. Соны болды, осы қыз жарайды деді да. Сонымен сол ансамбльге 4 апайдың қасына жаңағы гитарада ойнай бастадым. Сол кездегі қыздардың өте сондай намысшылдығы, намысқа тырысатындығы. Біз қайткен күнде де осы қыздар педагогикалық ол кезде институтының атын шығаруымыз керек. Біз қыздар көп нәрсеге бейім екенімізді, қол жеткізе алатынымызды көрсетуіміз керек деген ой болды да, біраз қысқа ғана уақыттың ішінде уже ансамбль болып құрылып шыға келдік. Қазіргі құрастырылып жатқан жас құрам алға қарай да біз секілді өзінің оқып жатқан оқу ордасының атын шығарып, қазақтың қара шаңырағы қыздар деген қандай екен деген сондай үлгілі ансамбль болып, халқымыздың неше түрлі маржан әндері бар, әлі шықпай жатқан, шыға алмай жатқан. Сол өзінің ұлт келбетін сақтап, өзіміздің шығармаларды айтып, шет елдерге таныстырып, мысалы, Алла жатса, сондай жол түсіп қалса, қазақтың қыздары барлық жағынан өздерінің жаңағы баяғыдан келе жатқан біздің апаларымыздың керемет ер адамға белгісіз қыздардың қасиеттерін, намыстарын бәрін бойына сіңірген сондай арулар болса екен деген тілегім бар.